Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қойдың қарынынан осындай ыстық салат жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Міне осындай керемет дәмді салат болып шығады. Қонақ келген кезде салат ретінде де, ыстық тамақ ретінде де дастарханға қойсаңыздар, дастарханның сәнін келтіреді. Ең бірінші жуып тазалап алынған қарынды осылай су құйып үстіне қайнатамын. Жұмсарғанша. Жақсы әдемі жұмсарған кезде қарынды сүзіп аламын. Міне қарынды сүзіп алып. Қарынды сүзіп алғаннан кейін кішкене суытамын. Содан кейін мені осындай ұзыншақ қылып турап аламын. Енді маған пияз, болгар бұрышы, сары, қызыл түсін алдым. Сәбіз, соя керек, сарымсақ керек, қара бұрыш, паприка керек, қызыл бұрыш керек болады, тұз, сұйық май керек болады. Міне қарынды осындай ұзыншақ бәрін турап алдым. Менде 500 грамдай қойдың қарны. Кинза, свежий кинза болса, кинза немесе осындай кептірілген кинза болады. Барлық керекті заттарымды осылай ұзыншақ турап алдым. Ашты бұрыш алдым. Чеснокты ұсақтап турап алдым. Енді чугун ыдысыма сұйық май құйдым. 100-150 грамдай май қызғаннан кейін оның үстіне тураған пиязымды салып, жақсылап жұмсарғанша қуырамын. Менде кішкентай бас пияз болды, сол себептен 3 алдым. 1-2 пияз алсаңыздар болады. Жарты килограмм қарынға жетеді 1-2 пияз. Кішкене пиязым жұмсарғаннан кейін үстіне сарымсақ, ұсақтап туралған сарымсақты салып, 1-2 минут қана қуырамын. Кішкене иісі шығу үшін ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Енді оның үстіне сары, қызыл, болгар бұрышын салдым. Тағы да араластырамын. Сәбізді салдым. Тағы да жақсылап араластырып аламын. Қатты езілгенше қуырудың қажеті жоқ, кішкене шала қылып қуырамыз. Енді осының үстіне туралған қарынды салдым. Жақсылап араластырамын. Қарынды да көп қуырмаймын. Қара бұрыш, кішкене қызыл бұрыш, ұнтақталған қызыл бұрыштың орнына жай стручковый
қызыл бұрыш салсаңыз болады. Аздап қана, ашытқыны жақсы көретін болсаңыз. Паприка, тәтті паприка, бір ас қасық қостым. Мінекей қызыл бұрыштан қостым. Ашты жақсы көретін болсаңыздар, кішкене қызыл ашты бұрышты қосып жіберсеңіздер болады. Қатты толмаған 2 ас қасық соя құйдым. Ұнатпасаңыздар, керек жоқ қосудың. Өздеріңіздің ұнататын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Тұз салдым. Тағы да жақсылап араластырамын. Тұзы ерісін. Болгар бұрышы сәбіздеріміз қатты езіліп кетпеу керек. Мені салатым дайын болды. Енді осыны ыдысқа салып аламын. Мінекей осындай керемет дәмді ыстық салат дайын болды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Егер менің видеом ұнаса, маған пікір қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар. Рецепті астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлі алда тағы да жақсы рецептер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.